Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, өте жұмсақ әрі оңай, тез дайындалатын маффины дайындайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаға бір банка сгущенканы құйып, венчиктің көмегімен жақсылап біріккенше араластырамыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кейін електен өткізілген ұнға бір шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып, оны дайын болған массамызға салып араластырамыз. Сонымен қатар каналымда өте дәмді шығатын, оңай дайындалатын капкейкидің да рецептісі бар, жоғарыдағы сілтеме арқылы қарасаңыздар болады. Қамыры осындай сұйықтықта шығуы қажет. Және де дайын болған массаны осындай қағаз капсулаларға салып пісіреміз, немесе силиконды формаларға құйып та пісіруге болады. Және де қалауларыңызша шоколад салуларыңызға болады, немесе ештеңе қоспай-ақ өзін пісірсеңіздер де өте дәмді шығады. Алдын ала 180 градуста қысып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің оңай әрі тез дайындалатын дәмді маффиныларымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер, ас болсын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.